Бір атеист, Құдайға сенбейтін адам, христиан елінен ислам өлкесіне келеді. Барған жерінде пікір сайыстарға қатысып алдына шыққандардың барлығын жеңіп жүреді. Енді ол атеистік бағытты ұстанған адам, атеист Құдайға сенбейтін дәлелдерін алып келеді. Сөйтіп Басра қаласына келіп, маған жауап бере алатын бірде бір ғалым таба алмадым дейді. Сол кезде Хазіреті Хаммад, сен алдымен біздің балалармен таласып көр деп, алдына ол кезде әлі жас болған Нұғман ибн Сәбит шығарады. Нұғман ибн Сәбит, біз білеміз, имам Ағзам Абу Ханифа. Сол кезде атеист ашуланып мінберге шығады да, ғалымдарың қайда дейді. Маған соларыңды шақырыңдар, ғалымдарың шақырыңдар дейді. Жас Нұғман ибн Сәбит сол кезде атеистке, не болды, менен қорықтыңыз ба дейді. Әлгі атеист шыдай алмай бірінші сұрағын қояды. Бір нәрсенің басы мен соңы болмауы мүмкін ба дейді. Әрине мүмкін дейді. Атеист қалай дейді. Абу Ханифа, санауды білесіз